Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін ұнсыз, қантсыз дәмді торт жасайтын боламын. Өте жеңіл және де ішіне көп ингредиент керек емес. Менің видеомды соңына дейін қарап, қоңыраушаны басып, комментария жазып кетсеңдер, өте қуанып қаламын. Бізге керекті 3 банан және де 4 жұмыртқа керек. Осы екеуін жақсылап тұрып, блендерменен каша болғанша езіп аламыз. Бәрі де дайын болды. Ендігіде 6 ас қасық пененің какао және де үлкендеу қасық қопсытқышты бірге какаомен араластырамыз. Ендігіде дайын болған смесіміздің үстіне салып, жақсылап тұрып, миксермен араластыратын боламыз. Өзіңіз көріп тұрғандай міне дайын болды. Ендігіде ыдысымызға, табамызға майымызды жақсылап тұрып жағамыз. Дайын болған смесімізді құямыз. Неге дайын болды? Алдын ала духовканы қыздырып қоямыз. 180-200 градуста 15-20 минутта дайын болады. Неге пирогымыз пісті. Енді жарты 1 сағаттай салқын жерге қойып қоямыз. Жақсылап су керек. Ендігіде бізге 33%-тік 200-250 грамдай сливки, маскарпоне сырынан 200 грамдай салдым. Екеуін бірге жақсылап миксерменен араластырып, 160-170 грамм қант ұнтағынан жаймендеп қасықпенен салып отырамыз. Креміміз жақсылап тұрып, қою болғанша араластырып, креміміз жақсылап қоюланып келеді. Өздеріңіз көріп тұрғандай не дайын болды креміміз. Өте әдемі болып шықты. Дәмі де тіптен керемет. Келесіде мына мешогымыз, кондитер мешогымызға дайын болған кремімізді салып, тортымыздың бетін әсемдейтін боламыз. Мен осылай әсемдеп жатырмын. Өздеріңіз қалауларыңыз, крем жақсы көрмейтін болсаңыздар, тек жұқа қылып жақсаңыздар да болады. Міндетті емес, әркімнің өз қалауы, өз таңдауы бар. Не қыздар, креміміздің бетіне келесіде мен грек жаңғағын ұнтақтап осылайша сеуіп жатырмын. Оны өз сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Бұл торт қантсыз, ұнсыз болғандықтан мен барынша осылайша, қыздарым шоколадты жақсы көретін болғандықтан осылай шоколадты да үстіне құюды жөн көрдім. Дәмді болады деген ойдамыз. Тортымыз да дайын. Келесіде бұл тортымызды холодильникте 3 сағаттай тұру керек. Неге енді тортымыз дайын. Ұнсыз, қантсыз, өте керемет дәмді торт. Қорықпай, диета ұстап жүргендер қорықпай жесеңіздер болады деген үміттемін. Мен енді тортымды 2-3 сағат холодильникке қоя алмадым. Өйткені кремдерімнің бәрі
өздеріңіз көріп тұрғандай. Сіздерге ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер, үйлеріңізді қуантыңыздар, балдарыңызды. Менің рецептерім сіздерге жасаған рецептерім пайдалы болса, маған жақсы тілектеріңізді комментарияға жазып кетсеңіздер, қоңыраушаны басып кетсеңіздер, өте қуанып қалар едім. Достарыңызға менің каналымды жіберіп қоюды ұмытпаңыздар.